Сәлеметсіздер ме? Мен Тілеуқұл Мерей Мейрамбекқызы Ғанимұратбаев атындағы гимназиясының физика пәнінің мұғалімі боламын. Бүгін сіздерге сабақтағы жаңашылдық тақырыбында мектептегі мұғалімдердің жаңа инновациялық технологияларды, оның ішінде жасанды интеллектті қолданып, сабақ өтудегі ерекшеліктерді насихаттау мақсатында бейне түсірілімімді ұсынамын. Ал енді балалар осы жасаған тәжірибеміз бойынша тақырыбымызды кім ашады екен? Денелердің өзара әрекеттесуі, яғни бір-бірімен үйкеліс арқылы денелер өзара электрленуі. Ендеше балалар жасанды интеллектпен жасалған тапсырманы орындап болып қой. Қай топтан бірінші бастаймыз? Сұрақ қойып. Толым күші топ бірінші аяқтаған екен. Жақсы, кім жауап береді? Электр күші дегеніміз не екен? Нұрай. Дененің үйкеліс күші арқылы электрленуі. Жақсы, дұрыс. Айырмашылығы неде? Нұртас. Олар бір-біріне тартылады. Жақсы, өте жақсы. Балалар, бізде үшінші топ толым күші тобы алғаш болып аяқтаған екен. Тапсырманы ендеше қорғап бастасаңдар. Бізге берілген тақырып ол толым күші және шарик кулонның тәжірибесі. Енді мен жалпы шарик кулон дегеніміз кім екенін айтып кетсем. Бізде шарик кулон ол өздеріңіз білетіндей 1735 жылы дүниеге келген. Яғни ол қазіргі Франция қаласында дүниеге келген. Шарик кулон 1785 жылы өзінің таразысы арқылы осы электрлердің өзара әрекеттесуін, яғни толым күшін анықтаған болады. Жақсы. Электрқұрылғылардың барлығы осы толым күшіне негізделіп жасалған. Мысалға, миотрон транзисторлардың интегралдық схемалары осы толым күші арқылы электр сигналдарын енгізеді. Өте жақсы. Балалар, бізде екінші болып кеткен оң заряд тобы екен электрлену құбылысының тарихы жайында сөйлейді. Ал балалар бастаңдар. Бізге берілген тақырып электрлену құбылысы тарихи және негізгі ұғымдары. Бұл презентацияда біз электрлену құбылысын айта кетеміз және ол өмірімізге қаншалықты маңызды екені туралы айтатын боламыз. Енді электрлену дегеніміз не? Қысқаша шолу айтатын болсақ, электрлену дегеніміз үйкеліс немесе әсер ету арқылы пайда болған электр тобы. Бұл бізде кәдімгі өмірлерімізде кездеседі. Мысалға айтатын болсақ, шарды денемізге немесе шашымызға үйкелейтін болсақ, электрлену құбылысы пайда болады. Енді келесі бізде электрлер құбылысының тарихы туралы кететін болсақ, тарихы мыңдаған жыл бұрын ежелгі басталды. Және сол яғни бір яндардың арқасында көптеген қазіргі заманға дейін оның электр құбылысын дамыған көре аламыз. Жақсы. Мен айта кеткендей
Халисминецкий. Біздің заманымызда ол, бұрынғы заманда ол 6 жылдай бұрын жүрмей картасы үйгеленген. Сол үйгеленген кезде электрлерінің құбылысы байқаған болатын. Және де ол осы құбылысты өзіне жазып алып, бірақ оны қалай түсіндірер білмеген. Тағы да қызық айта кетсек, электрон сөзі грек тілінен аударғанда электрон яғни карташ сөзін білдіреді. Электрлену қоршаған әлемнің маңызды бөлігі. Электрлену құбылысы өйкелістен басты осы қазіргі технологияларға дейін жетті, яғни күрделі технологиялардың барлығы осы электрлену құбылысынан бастап шығарылды десек болады. Керемет оқушылар, жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз соңына тақап қалды. Енді осы тақырып бойынша қайсы сендерге түсінікті болды, ештеңе түсінбедіңдер, әлде сұрақтарың болса, ауызша жауап берсек. Маған барлығын түсінді, бұл сабақтар өзгешілігіне деді, ажатын үйренді. Өте жақсы, келесі Нұртас. Маған барлығы түсінікті және мен зарядтардан оң және теріс оң екі бөлінетін жөні. Дұрыс. Аяғол. Барлық түсінікті мен денелердің электрлерінің адам бөлінді.